Уралэнергострой боюнча айтыңыз. Жалпы 2015 жылы бұл мекеме өзінің шаруашылығына жауапсыздық себебінен 12 мың тонна мұнай қалдығын тастап кеткен. Ол жаңа Маңғыстаумұнайгаз мекемесінен алған. Екі жақ. Соған байланысты 651 миллион теңге біздің тарапымыздан айыппұл салынды бұл мекемеге. Сонымен қатар Қарақия ауданының әкімі 2016 жылы, 17 жыл бұнан нені қайтарып алған жер телімін өздеріне. Соған байланысты біздің тапсыруымен қазіргі кезде сотқа бердік. Құрық ауданының әкімдігіне айту арқылы Уралэнергострой міндеттеу жөнінде сот шешім шықты міндеттеу жөнінде. Бірақ жаңа банкрот деп танылуына байланысты осы жақында суд исполнительден хат келді. Енді кезекте біз жаңа иесі деп табу мәселесі механизмдерді жалғастырып жатырмыз. Өйткені қазір сотқа берсек, оны заңсыз деп таппайды. Жаңа бірінші суд исполнительден бізге хат келген. Біз осыны тазаламадық. Осы жақында келді. Жақсы.